Осы ассалаумалейкум. Осы екі грунтовканы жағып жатырмын. Мынандай гипсокартонмен қаптап жердім. Мынандай сіздерге көрсетемін. Қалай істеп жатыр деп. Мына екеуін 50-де 50 қылып жағып жатырмын. Мына жақта міне бітті. Чистовойға дайын. Мына жақта осылай істеп қойдым. Углдарын бәрін шығарып. Айтатын шығарсыздар, біреуге істете салмайсыздар ма өзбекке деп. Өзбектерге, строительдерге. Мен строительдерге беретін ақшам жоқ. Өз батаман 10 мың, 20 мың бөліп алып, сол жинап осындай заттарды сап өзім істеп жатырмын. Енді мынау ванна штукатурканы нольмен шығарып жатырмын, правиламен. Осылай гипсокартон, ар жағы шахты ғой. Осындай төбесі натяжной болады. Бұл жақта әлі біткен жоқ. Мына жағы әлі біткен жоқ. Мынандай углдардың бәрін осылай ровно қойып, ағашпен ровно алып шығарып жатырмын. Дизайн өзім істеп жатырмын. Мынандай гипсокартон, стена қисық, соны түзеп жатырмын. Мынаған ешқандай грунтовка ештеңе жаққан жоқ балам. Сразу өзім тартып жатырмын. Совет берем десеңіздер, айтыңыздар. Мен мына жақты, жаңағы кухня жақты эксперимент жасап көрдім. Ең бірінші стенасын жасап. Сол кезде стена ешқандай жарылған да жоқ, ешқандай трещина да болған жоқ. Құлақ қаламп жарылып ашылып кетемеді. Жоқ, ондай болған жоқ. Бәрі дұрыс. Ешқандай лишний ақша шығарып, грунтовка сатып алып, мынандай грунтовка керек те жоқ. Мынандай грунтовка алып деген сияқты. Ондай керек жоқ. Қандай для бетона дегенген алдым, мынандай бетонға жағылғанға. Осындай нәрселер. Енді маған светті өзім тарттым. Дайындап қойдым. Енді розеткаларын тартам. Оны артынан алдында бір YouTube каналда тоже естігем. Бір жігіт бірінші штукатур тартып алды, содан кейін немемен кесіп